16-18 ғасырларда Францияда абсолюттік монархия орнады. Абсолютизм деген жеке дара бір адамның билігі. 11-ші Людовик Францияны толығымен біріктірді. Франция аграрлы жер шаруашылығымен айналатын елге айналды. Салық жүйесі өсті, буржуазия күшейді. Франция ең күшті абсолюттік монархиялық елге айланды. Католик шіркеуін өз қолына алып, оны корольдің бағындырды. Абсолюттік монархия бірінші Франциско түсінде күшейді. Ол бас штаттардың бәрін тарқатып, өзіне кеңес құрды. Ол корольдік кеңесте нотабльдер отырды. Бүкіл қазынаны толтыру үшін тонаушылық соғыстар жүргізді. Салық 3 миллионнан 9 миллион ливрге дейін өсті 15-16 ғасырларда. Мануфактураларға дамуына ақша бөлді. Бұл өндіріс мата, жібек, шыны, шұға, қағаз, басқа заттарды өндірді. Буржуазия күшейе бастады. Франция, Германия, Испания, Скандинавия, Англия, Америка сияқты елдермен сауда жасасты. Кейін ақырындап оларды отарлап басып алды. Экономиканы дамытты. Кардинал Ришелье кезінде бұл мемлекет күшейді. Экономиканы дамытты. Жаңа заң шығарды, салықты өзі белгіледі, салық жинаушыларды өзі қойды, сотты өзі тағайындады, армияны өзі басқарды, қазынаны өзі есепке алды, шіркеуді өзіне бағындырды. Ришельеден бәрі қорықты. Ол мемлекетті ең мықты абсолюттік монархия деңгейіне жеткізген болатын. 14-ші Людовик түсінді. Бұны ұлы ғасыр деп аталады. Мемлекет күшейіп, Версаль сарайын салғызып, мәдениет, өнер, ғылымды дамыттып, ең мықты абсолюттік монархия орнаған елге айналған болатын. Жаңа реформалар шығарды. Католик дінін қабылдамағандарды қатаң жазалады, өлімге дейін кетті, салық көбейді, шаруалардың жағдайы нашар болды.